Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары дәстүрлі үш ізгі іс қайырымдылық акциясын бастады. Олар алдымен Атырау облыстық балаларды оңалту орталығында болды. Одан соң 100-ден астам ит пен мысықтың тұрғылықты мекеніне айналған базаға барып, бір жолға азықпен көмектесті. Сонымен қатар оқушылар тазалық жұмыстарын ұйымдастырып, жануарлар үйінің еріктілеріне қолдау көрсетті. Бұл біздің дәстүрлі шарамыз деп айтсақ та болады. Жылда біз осы үш ізгі іс шарасы бойынша бірігіп, осындай қайырымдылық шараларын өткізіп тұрамыз. Бұның мақсаты оқушыларды отансүйгіштікке, қамқорлыққа, ізеттілікке, үлкенді сыйлауға, айналада қоғамға қызмет етуге тәрбиелеу бағытында өткіземіз. Үш игі іс бағыты бойынша біздер үш жерге бардық. Яғни біздер біріншісі оңалту орталығына бардық. Екіншісі иесіз қалған жануарларға қамқорлық көрсету бағытында бардық. Үшіншісі бұл 13 қараша, яғни бүкіл әлемдік зағиптар күніне арналған біздің Атырау облысының қазақ қоғамдық зағиптар орталығына бардық. Жалпы осы жобамыздың үш ізгі іс жобасының жалпы мақсаты бойынша, оқушыларымыз бізге түсіндірген бойынша, бұл оқушыларымыздың бойындағы адами қасиеттерді дамыту, оларды шыңдау, дәлірек айтқанда сыйластық, үлкендермен немесе адамгершілік, өзгеге көмектесу секілді осындай адами қасиеттер шыңдайды. Жалпы шыны керек, енді ондай ортаға барғанда білеміз, социалды топ, көру мүшесінен яғни айырылған зағип жандар деп айтып жатамыз. Әрине оларды көру кішкене ішкі тұрғыдан кішігірім өзімізге де біртүрлі оқыды. Шыны керек, біздің орындаған туындымызды, біздің оқушылардың оларға арнап шығарған өлеңдерін айтып жатқан кезде олардың бірден түрлерін көре алмау, олар тек қана дауысын есту, ол әрине адамға кішігірім бір өзінің жаңағы жүрегінде өзінің бір өзгеше бір сезім болады да, бір оны жеткізе алмайтынмын өзім. Сондықтан да өзім мүмкін сезбегендіктен бе, сондай бір кішігірім ойда болдық. Сосын барынша сыйластықпен, барынша олардың көңілдеріне тимеу үшін сондай кішігірім көңілді күйімізді, өлеңімізді, ойындарымызды апарып барған болатынбыз соларға. Қайырымдылық акциясының балаларға берген тәлімі мол. Олар зағип жандардың жүздеріне қуаныш ұялата алса, тағдырдың ауыр сынына мойымай отырған қажырлықтарынан үлгі де ала білді. Жақын арада емес, осыдан 3-4 апта бұрын біздің мектебімізде мектепшілік конкурс болған болатын, проектная работа деген. Сонда мен физика пәнінен осы зағип жандарға арналған CERT Guide for Blind дейтін проекті болған. Ол қазіргі негізінде Европа қалаларында кейіннен танылып жатыр. Дәлірек айтқанда Германия, Франция деген елдерде. Оның яғни идеясы қандай? Оларға арналған бір бұрын жилет секілді бір киімдер ойлап табылады, және де оларға әртүрлі датчиктер қойылады. Датчиктер олар ультра дыбыстық, яғни алдында тұрған кедергілерді, яғни 3 метрден, мысалға 1 метр болса аралық, жайлап аралық неғұрлым жақын дей берсе, соғұрлым датчиктің белгісі, яғни немесе сигнал дерлік, немесе бір денеге двигательдің дыбысы болсын, сондай бір дауыс күшейе бастайды. Сол секілді оларға кішкене ол алдында не тұрғаны, қандай кедергі екен білінеді. Қазір білесіздер, қоғамда өкінішке орай зағип жандарды көріп жатырмаймыз. Қазақстанда, Атырауда делік, көріп жатқан өзінде де қастарында апалармен, немесе туысқандармен, немесе күйеулер иттермен жүріп жатады, осындай. Әрине бұның барлығы саралап келгенде жағдай қарастырылмаған деп ойлаймыз. Еркін жүрулеріне жағдай қарастырылмаған.